бұрын 300-дің дастарханы бірге жайылып, қамшысы қатар жатар мұндай жиындар Сайрам шаһарының көк желкесіндегі мәртөбеде өтуші еді. Мәртөбедегі жиынға Алатаудың қойнау-қойнауынан судай төгіліп, топан судай қаптап ұланы сырғалы жүз тобы келеді. Қаратауды теріскей айналып, сонау Торғай мен Ертіс арасындағы салқын белдер мен саумал көлдерді сайрандай көшкен жойқын орда. Ормандай қалың орта жүздің қарақұм тобы қатты айлады. Қаратауды күнге айналып, жылқысы жайық пен жемге, түйесі жойқын дария мен солқын дарияға, ақтылы қойы елек пен ырғызға қаптай жайылып, дейіліп жатқан киіздей тұтас кіші жүздің өңмен өжет қолы батуға бет алған қызыл күн астынан құйындатып құйғыта құларды. Шар, тарапты, қызылды, жасылды көш көрінді. Көштің бәрі мәртөбе маңының майсасын баспай, бастарын алыстан іскерді. Bir жағы сонау Қошқарата бойы, bir жағы мынау Сайрам су, алды ағыл қазы құрт, жағалай жасық алқадай түзеліп, ақ жұмыртқа ауылдар қонарды. Сайрам маңындағы 3 өзеннің бойында бір-біріне жалғастыра тартылған айқыш-ұйқыш жерден көз тұнарды. Қазақтың маңдайына біткен шешен мен батырының бәрі осында, палуан мен жүйрігінің бәрі осында. Ең азы бәсекеге түсіп, қазан тауысып, саба сарқаралар, тамақ таусылардың дейін түгел осында. Қазақтың өз-өзіне риза болған мақалдарының қай-қайсысы да сол мәртөбенің басында туғанды. Қарға тамырлы қазақ. Ұлы жүздің қолына қауға берген малға қой, орта жүздің қолына қалам берде дауға қой, кіші жүздің қолына найза берде жауға қой деп те сондай айтқанды. Ел ырысы малды ұлы жүзге тапсырса, пейіліне сенгені. Ел жатысы дауды орта жүзге тапсырса, білгеніне сенгеніне. Ел шырқын бұзар жауды кіші жүзге тапсырса, ерлігіне сенгені. Сондықтан да мамыр өте мәртөбедегі жиынды тоқалдай сайтын 3 ұлыстың әрқайсының орны бөлек, әрқайсысы өз-өзіне ыстықты. Уа ханием, жиналған жұрт сіздің төрелігіңізді күтеді. 3 биемізден ақыл кеңес сұрамақ. Ендеше халқым, сұрақтарыңды айтыңдар. Уа билер, халық өмірдің мәні неде деп сұрауда. Өмірдің мәні әділеттікте. Үй сыртында төбе болса, ол ертеулі тұрған алтын ғой. Ел ішінде көрікті басшы болса, ол жаулығы тұрған хатын ғой. Өмірдің мәні еңбекте, жалтылдайды екен деп жастықты сөкпе, бір күні шыққан тегін сол, қалтырайды екен деп кәрілікті сөкпе, ертеңгі жетер шегін сол. Өмірдің мәні ұрпақта, арс сатып алған мал алған, мал артық, теріс сатып алған бала алған, бала артық. Уа ханием, халық тағы бір сұрақ қоймақ. Жомарттық пен сарандық туралы төреліктеріңізді сұрайды. Уа билерім, бұл туралы не айтасыңдар? Жомарттық елге пайда әкелу. Бірақ жомарттықтың да жаман түрі бар. Ол еркектің орынсыз көңілшектігі, ұрғашының етекке кеңпейілділігі. Дуара жомарт болса, балына қарыз. Күйеу жомарт болса, абырой арына қарыз. Сараңдық та жаман қасиет. Бірақ сараңдықтың ең жаманы қасып сұрағанда бара ғой деп, дос сұрағанда жоқ деп айтатын сараң. Ал енді айтыңдаршы, отбасы шаңырақтың берік болу үшін не маңызды? Жарақаттан құтқарғанда алтын мұран, жалғыздықтан құтқарғанда қатын мұран. Төсекте қызыл көрмеген тымақта жаны шошымас. Ұл өссе елдің қорғаны, қыз өссе халықтың ұяты.
уа билер, халық тағы бір сұрақ қойды. Жастық пен кәрілік жайлы не дейсіздер? Жастық арман, кәрілік ақыл. Жастықтың желі бар, кәріліктің шері бар. Жастық жалын, кәрілік сабыр. Жастықта от болса, кәрілікте шоқ қалады. Жастық жігер, кәрілік тәубе. Жас кезіндегі ісіңді қарттықта ұмытпа. Өшкемеңгер билерім, даналықтарымен тағы бір даулы мәселені шештіңдер. Қазақ елінің ақыл-ойын тірек болғандарына ризамын. Уа халқым, билердің сөзіне құлақ тұрып, даналықты бойға сіңіріңдер. Біріктіріп ұстау үшін, қазақ халқын таза сақтау үшін, қайыспас қайрат, от екпін, арыстандай жүрек қажет. Иә, қазақ халқын мәңгі болсын, еліміз өркесін, өрлесін, азат ел болайық, тәуелсіздігіміз мәңгі жасасын. Әумин.